Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өте дәмді бір жасағаннан-ақ мінсіз болып шығатын палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, үстінен етімізді салып қызарғанша қуырып алатын боламыз. Етіміз жақсылап қызарып қуырылғаннан соң үстінен пиязымызды салып, жақсылап оны да қуырамыз, пиязымыз қызарғанша. Үстінен сәбізімізді салып, жұмсарғанша жақсылап қуырамыз. Шамамен 10-12 минут шамасында жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей сәбізіміз өз формасын жоғалтып, жақсылап қуырылып шықты. Енді үстінен суымызды құйып, қайнағанша қалдырамыз. Қайнағаннан соң оттың астын баяулатып, шамамен 30 минутқа қалдыратын боламыз. 30 минут өткеннен соң күрішімізді жуып, тазалап, жаңағы қазанымызға салатын боламыз. Күрішіміздің суы тартылғаннан соң барлығын бір жерге ортаға жинап, астын баяулатып 20 минутқа қалдырамыз. Дәміне қарай тұзымызды және зира ұнатсаңыздар зира, сарымсақ қоссаңыздар болады, әрине өз қалауларыңыз бойынша. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.